Әжесі далада балалардың шат күлкісімен дауыс естіліп жатыр ғой. Не істеп жатыр екен балалар? Олар күш сынасып күресіп ойнап жүр. Балалардың жігері мықты екен. Ендеше ол балаларды ағаш үйге шақыр. Бүгін халқымыздың ұлттық ойыны хан талапай ойынын ойнайық. Балалардың кімнің епті, кімнің жылдам екенін көрейік. О, батыр балаларым, сендердің күрестеріңе қарап риза болдым. Бірақ бүгін аталарың сендерді ерекше ойынға шақырады. Ой, амансыңдар ма балаларым? Келіп қалдыңдар ма сендер? Хош келдіңдер өрендерім. Бірлігі бар ел, мықты ел. Ал ұлттық ойын ойнаған баланың рухы биік болады. Ендеше бүгін хан талапай ойында сендердің ептілік пен тапқырлықтарыңды көрейік, иә балалар? Ата, мен де ойнасам бола ма? Мен хан талапай ойынның шартын жақсы білемін. Әрине, ойын бәріне ортақ балаларым. Достықпен ойнап, бір-бірлеріңе көмектесіңдер. Ендеше сендерге хан талапай ойынның шартын түсіндіріп өте ғой. Ендеше мен сендерге хан талапай ойын шартымен таныстырайын. Хан талапай ойыны қазақ халқының ұлттық ойындарының бірі. Менің қоржынымда көптеген асықтар бар. Хан талапай ойыны асықтармен ойналатын ойын. Осы асықтардың ішінде ерекше біреуі ғана қызыл түске боялады. Бұл хан асығы деп аталады. Хан асығы ойынша барысында кімге бірінші түссе, сол бала ойынды бірінші болып бастайды. Мен ортадағы асықтарды жинап алып, талапай-ау, талапай, табылды ойын алақай деп ортаға шашатын боламын. Өзімізге сайлап алған сақамен дәлдеп тұрып сол құлататын боласыңдар. Ал егер асығымыз тимей қалған жағдайда мен сендерге сұрақ қоятын боламын. Сұраққа дұрыс жауап берген бала тағы да ату мүмкіндігіне ие болады. Ал егер сұраққа дұрыс жауап бере алмай қалған жағдайда қалған балалар ойынды жалғастыра береді. Осылайша ортадағы асығымыз тауып біткенше ойын жалғаса береді. Ойын соңында қай бала көп асық жинаса, сол бала жеңімпаз атанады. Ендеше ойын шарты түсінікті болды ма? Иә. Жарайсыңдар, олай болса ойынды бастаймыз. Талапай-ау, талапай, табылды ойын алақай. Қызыл асық Бекбергенге түсті. Ойынды бірінші болып Бекберген бастайды. Бізде Бекбергеннің асығы тимей қалды. Ендеше Бекберген қай сиқырлы сандықты таңдайсың? Балалар суретті көлеңкесіне қарай орналастырыңдар. Жарайсыңдар, барлығы дұрыс. Бізде Мержанның асығы тимей қалды. Ендеше Мержанға сиқырлы сандықша арқылы сұрақ қоятын боламыз. Мержан, қай сандықшаны таңдайсың? Сәлем балақай. Асықтың иіру барысын атап берші маған. Алшы, тайга, бүк, сік. Міне балалар, хан талапай ойыны шапшаңдық пен тапқырлықты қажет ететін ұлттық ойын. Ойнап жүріп біз салт-дәстүрімізді үйренеміз. Балалар, сендер өз шапшаңдық пен ұқыптылықтарыңды көрсеттіңдер. Хан талапай ойыны ата-бабамыздан келе жатқан асыл мұра. Ол бізді бірлікке, ептікке, достыққа тәрбиелейді. Балалар, мен сендердің өнерлеріңе риза болдым. Ендеше сендерге сыйлық берем.